Қайырлы күн, құрметті достар және тұрақты көрермендер. Бүгінгі хабарымыздың кезекті саны Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының бастауыш кәсіподақ ұйымының атқарып жатқан жұмыстары, қызметкерлердің құқықтарының қорғау мәселелері, еңбек қауіпсіздігіне және қызметтің басқа да бағыттары аясында жүргізіп жатқан жұмыстарына арнайтын боламыз. Олай болса, осы және басқа да ақпараттар туралы қысқаша аңдатпаны назарларыңызға ұсынамыз. Мектеп кәсіподақ ұйымы білім беру мекемесіндегі қызметкерлердің құқықтары мен әлеуметтік мүдделерін қорғайтын маңызды қоғамдық құрылым. Ұйымның негізгі қызметі еңбек қатынастарының заңға сай жүргізілуін бақылау, қызметкерлердің құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету және олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған. Кәсіподақ ұйымы еңбек қауіпсіздік талаптарының орындалуына ерекше көңіл бөліп, жұмыс орнында қолайлы әрі қауіпсіз жағдай қалыптастыруға ықпал етеді. Мектеп бұл жай ғана білім ордасы емес, сонымен қатар ұстаздардың құқықтары қорғалатын, олардың әлеуметтік жағдайы назарда болатын тұрақты мекен. Осы бағытта бастауыш кәсіподақ ұйымы қандай жұмыстар атқарып жатыр және оған деген ұжымның көзқарасы қандай? Бірге сұрастырып көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Мектебіміздегі бастауыш кәсіподақ ұйымының атқарып жатқан жұмыстары туралы не айтасыз? Жалпы біздің мектебімізде бастауыш кәсіподақ ұйымы өз деңгейінде жұмыс атқарып жатыр. Өйткені қандай да болса көтеріліп жатқан мәселелер болса оңтайлы шешімдерін тауып, кәсіподақ өз жұмысын жақсы атқарып жатыр десем де болады. Мектеп педагогтары, кіші қызметкерлер, барлықтары кезекті еңбек демалыстарына уақытылы шығып, кезекті сауықтыру демалыстарына барып, осы ықпалын жасап жатқан кәсіподақ ұйымы. Кәсіподақ ұйымына тек қана алғысымыз шексіз деп айтам, әрқашанда бірігіп жұмыс атқарамыз. Жалпы мектептегі еңбек қауіпсіздігі туралы сіздің ойыңыз қандай? Тұрақты медициналық тексерулерден тұрақты түрде өтіп жатырмыз. Денсаулығымыз жақсы, шүкір. Енді мектептегі қауіпсіздік ережелерін сақтау ол басшылықтың ғана емес, барлығымыздың жауапкершілігіміз деп санаймын. Сіздердің еңбек құқықтарыңыз қалай қорғалуда? Бізде өте жақсы қорғалуда, ешқандай даулы мәселелер осы уақытта болған емес, ешқандай проблемалар да болған емес, болашақта болмайды деп те сенеміз. Өйткені бізді кәсіподақ тарапынан жақсы кеңестер берілуде, қолдау көрсетуде және соның арқасында бізге құқықтық сауаттылығымыз артуда. Бүгінде мектебімізде кәсіподақ мүшелерінің бірлігі нығайып, ұжым арасында ынтымақтастық сенімі артуда. Сонымен қатар, ұжым мүшелері түрлі спорттық, шығармашылық байқауларда және қайырымдылық іс-шараларында белсенді түрде жұмыс көрсетуде. Ендеше Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының бастауыш кәсіподақ ұйым мүшелері туралы дайындалған қысқаша бейнематериалды назарларыңызға ұсынамыз. Кәсіподақ бұл тек қана ұйым емес, ол қолдау, қамқорлық және бірлік мекені. Сіздермен болған біз Жамбыл атындағы мектеп гимназиясы, назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.